2008 жылдың 23 қарашасы. Вирустың алғашқы індетінен бері 25 жыл өтті. Адамзат соғыста жеңіліп қалды. Сансыз денелер тірі өлілер ретінде қайта тірілді. Бірақ жылдар өте келе зомбилер азық-түліктері таусылғаннан кейін, олардың көпшілігі жаяу қаңқаға айналғанға дейін бірте-бірте таусылды. Соған қарамастан, адамдар әлі өмір сүріп жатқанда, бұл өлмеген тіршілік иелерін ешқашан толығымен жою мүмкін емес еді. Пенелопа ақыр заманнан кейін дүниеге келген және ешқашан оқуды үйренбеген. Осы жылдар ішінде ол отбасынан, достарынан және бұрын-соңды қамқорлық жасағандардың бәрінен айырылды. Ақырында оның жалғыз адамы жігіті Джошуа болды. Джошуа 27 жаста еді. Ал әлем құлаған кезде ол небәрі 2 жаста еді. Бірнеше жыл бұрын ол тұрған тірі қалғандар лагеріне шабуыл жасалып, аязды қыста әрең тірі қалды. Бақытымызға орай, Пенелопаның отбасы оны кездейсоқ тауып алып, өмірін сақтап қалды. Сол күннен бастап, олар өмірде де, өлімде де бірге болды. Олар бір-бірінің соңғы серіктері болғаннан бері Джошуа басқа тірі қалғандарды іздеуді тоқтатқан жоқ. Алайда, нәтижелерге сүйенсек, тірі қалғандар саны азайып барады. Саяхат кезінде Пенелопа жерде жатқан кішкентай сөмкені алды. Ішінде әдемі моншақтар болды. Оның жүзінде сирек күлкі пайда болды. Джошуа олардың құны жоқ деп шешті, бірақ сол кезде Пенелопа кенеттен ауырсынудан ішін ұстап алды. Бұл оның тым жақсы білетін сезімі еді. Ол қайтадан түсік тастады. Пенелопа мұның қанша рет болғанын санап үлгерді. Тіпті ең қарапайым медициналық білімі болмаса да, ол бірнеше рет түсік тастағанын білмеді. Егер осылай жалғаса берсе, екеуінің ешқашан өз баласы болмас еді. Екінші жағынан, осындай қираған дүниеде, бәлкім, балалардың жоқтығы олар ұсынатын мейірімділіктің ең үлкен көрінісі болар еді. Бұл азапты да, қуанышты да күн болды. Олардың ешқайсысы өздерінің шынайы туған күндерін білмеді. Сондықтан олар бірге бөліскен туған күні сияқты күнделікке алғашқы жазбаларын жазған күнді тойлауды ұйғарды. Пенелопа алдын ала дайындаған сыйлығын 4 жапырақты бедемен безендірілген оттықты абайлап алып шықты. Джошуа болса, әлі күнге дейін сүйген әйеліне лайықты сыйлық таба алмады. Пенелопа оған мүлдем мән бермеді. Ол үшін Джошуаның өзі тағдырдың оған берген ең үлкен сыйы болды. 2038 жылдың 28 қарашасында таңертең Джошуа Пенелопа әлі ұйықтап жатқанда тыныш тайып кетіп, олар бұрын барған жеріне оралды. Сол жерде ол қаңқаға айналған зомбиге тап болды. Бұл өлмегендердің көпшілігін күткен тағдыр еді. Сондықтан Пенелопа екеуі осыншама жылдар бойы аман қалды. Джошуа зомби әйелдің денесін тінту кезінде оның қолымен жазылған жазбаны тапты. Сия солып қалса да, ол әлі де сөздерді ажырата алды. Қымбатты Анук, бұл мен ойлағаннан да күрделене түсті, бірақ сен үшін күресуге тұрарлық. Екінші жағынан, тағы бір хабарламада, егер мен жұқтырғаннан кейін табылса, мені өлтіріңіз. Оның соңғы тілегін құрметтей отырып, Джошуаның өзі зомбилердің аянышты тіршілігіне нүкте қойды. Бәлкім, тағдыр ақыры оларға мейірімділік танытуды шешкен шығар. Немесе сәттілік оларды жай ғана алдаған шығар. Қараусыз қалған ғимараттың ішінен ерлі зайыптылар консервілер мен кептірілген тағамдардың үлкен қорын тапты. Егер оларда қатал қыстан аман есен шығуға жеткілікті азық-түлік болса, олар енді азық-түлік іздеп өз өмірлерін қатерге тігудің қажеті жоқ. Дәл осы кезде әйелдің көмекке шақырған айқайы ғимаратты шарпыды. Апокалипсис кезінде ең ақылды шешім әдетте басқа адамдардың проблемаларынан аулақ болу, немесе одан да жақсырақ, олардан мүлдем аулақ болу болды. Бірақ Джошуа басқа тірі қалғандарды іздеуге жылдар жұмсады. Сондықтан ол жай ғана кете алмады. Ол есікті ашқанда, оның алдында шошып кеткен әйел тұрды. Оның қасында оның қолын зомби тістеп алған серігі тұрды. Онымен салыстырғанда, әйелдің өзі жаңа ғана басынан өткерген сұмдықты былай қойғанда, еш зиянсыз болып көрінді. Бұл адамның тағдыры әлдеқашан шешілген болатын, және Джошуа оған артық сөз жұмсауға ешқандай себеп көрмеді. Балғасын түсірейін деп жатқанда, Пенелопа оны тоқтатты. Бұл адамның тағдырына қарай кетуіне жол беру, бұл дүниеде қалған соңғы мейірімділік әрекеті болуы мүмкін. Бірақ бұл болашақ қауіптің тұқымын себуді де білдірді. Жаңа ғана жұқтырған зомби олар кездестірген арық, қанға тәрізді өлілерге қарағанда әлдеқайда күшті және жылдамырақ болды. Джошуа ақыры бұл адамды жіберуге шешім қабылдады. Егер бәрі осымен аяқталса, Пенелопа екеуі бір-бірімен ғана өмір сүре алар еді. Бірақ Джошуа сол жерде жылап тұрған шошып кеткен әйелге қараса, оны ішке шақырудан тартынбады. Оның есімі Абрах болатын, және оның оқиғасы басқа тірі қалғандардың әңгімесіне өте ұқсас болды. Ол бір кездері бірнеше ондаған адамнан тұратын топқа жататын, бірақ олар жақында тарап кетті. Зомби шабуылы кезінде Джошуаның басқа тірі қалған адаммен кездескеніне тым көп уақыт өткен болуы мүмкін. Өйткені ол оған бірден олардың қымбат тағамдарының біразын ұсынды. Бұл осындай әлемде өте қауіпті шешім болды. Пенелопа, керісінше, Абра назар аударғанша, керек жарақ қорабын тыныш жауып тастады. Бұл қимылды елемей, Абра ерлі зайыптыларды өзімен бірге сапарға шақырар алдында ризашылықпен тамақтанды. Абраның ниеті бұдан да айқын болуы мүмкін емес еді, және басқа тірі қалғандармен күш біріктіру әрқашан Джошуаның арманы болатын. Осыған қарамастан,
ол әлі де бұл шешімді Пенелопамен қабылдауға көндіруі керек еді. Дәл сол кезде сыртта күтіп тұрғанда, Абра күтпеген жерден ертерек кетіп қалған адамға тап болды. Бұл кісінің оған айтқысы келген шындығы не деді? Ол вирустың кесірінен галлюцинацияға ұшырады ма? Әлде Абра бірдеңені жасырып жүр ме? Қандай жауап болса да, ол кісінің енді уақыты болмады. Оның санасының қалдықтары толығымен жойылмай тұрып, ол қайтадан қараңғылыққа батты. Абра Джошуа мен Пенелопаға бұл кездесу туралы айтпауды жөн көрді. Ал Джошуа ақыры Пенелопаны Абраның оларға қосылуына рұқсат беруге көндірді. Енді олар бірге саяхаттауды шешкендіктен, енді тамақ қорабын жасыруға мүмкіндіктері болмады. Джошуа оны ашып, консервілерді көрген сәтте, Абраның көзі сенімсіздіктен бақырайып кетті. Ол бірден бәрін сөрелерге қойып, санауға көмектесуді ұсынды. Пенелопа ол үшін алаңдап, оған тез қосылды. Алайда ол көп ұзамай проблемаға тап болды. Көкөністер мен етті бөлек сұрыптау керек болды. Бірақ ол жапсырмаларды оқи алмады. Пенелопа дәрменсіз орнында тұрғанда, Джошуа оның қолынан банкаларды тез жұлып алды. Осы кезде бөлмеде ыңғайсыз тыныштық орнады. Ақыры Абра бірдеңе дұрыс емес екенін байқады. 2038 жылдың 29 қарашасында үшеуі бірге белгісіз сапарға аттанды. Олар қираған көшелер мен қараусыз қалған үйлердің жанынан өтіп бара жатты. Қараусыз қалған ғимараттарда тыныштық орнады. Бірақ олар түнеуге орын табуға дайындалып жатқанда, кенеттен зомбилер тобы пайда болды. Олардың жылдамдығы мен күшіне қарағанда, бұл өлмегендер жақында ғана пайда болды. Қауіп төнген кезде, әлсіреген Пенелопа бұл дүниеде аман қалу үшін не қажет екенін дәл көрсетті. Бірнеше зомби Пенелопаның шабуылына ұшырады. Ал мәйіттердің бірі Абраның бұрынғы серігі болып шықты. Бұл аймақ енді қауіпсіз болмағандықтан, үшеуі басқа баспана іздеуге мәжбүр болды. Жаңа болған оқиғадан кейін Джошуа одан да сақ болды. Бірақ ол Пенелопаның қаншалықты шаршағанын байқамады. Жақында ол тағы бір рет түсіп тастады және эмоционалдық шиеленіс пен қарқынды физикалық белсенділіктің үйлесімі оның денесін шегіне жеткізді. Ол ақыры есінен танып қалған кезде ғана Джошуа үрейленіп, оған қарай жүгірді. Алайда, қысқа қашықтықта тұрып, Абраның бетінде оқуға болмайтын өрнек пайда болды. Сол күні кешке Абра көптеген жылдар бойы жинаған құжаттар жинағын алып шықты. Ақпарат әртүрлі болғанымен, ақырзаман басталған кезде орын алған шарасыз оқиғаларды біріктіруге жеткілікті болды. Вирус су жүйесі арқылы таралып, өте қысқа уақыт ішінде жұқтырғандар санының күрт өсуіне әкелді. Небәрі 12 сағаттан кейін дүние жүзінде әскери жағдай жарияланды. Әр қала оқшауланып, ешкімге үйлерінен немесе елді мекендерінен шығуға рұқсат етілмеді. Алайда, карантин ақыры сәтсіз аяқталды. Бірнеше аптаның ішінде өркениеттің инфрақұрылымы толығымен бұзылып, адамзатқа бір ғана соңғы мүмкіндік қалды. 1 қазанда сағат 17:22-де Вашингтонның үстінде 50 миллион тонна тротил ядролық қаруы жарылды. 24 минуттан кейін әлемнің басқа ядролық державалары ұшырылды. Олар да өз соққыларын жасап жатыр. Ақыр заманның қалай өткені туралы әңгімені аяқтаған соң, Абра жағасын ашып, иығынан тістеген ізін көрсетті. Оның вирусқа қарсы иммунитеті жоқ еді. Бірнеше жыл бұрын оған шабуыл жасағанда, әкесі дереу жұқтырған етін кесіп тастады. Және бұл шарасыз әрекет оның өмірін сақтап қалды. Бұл жаңалық Джошуа мен Пенелопаны қатты таңғалдырды. Бірақ олардың оны қабылдаудан басқа амалы қалмады. 2038 жылдың 6 желтоқсанында таңертең Пенелопа әлі ұйықтап жатқанда, Абра Джошуаны ақырын оятты. Екеуі бірге төбеге көтерілді. Джошуа олардың келесі қадамын талқылағысы келетінін айтты. Бірақ оның орнына Абра әңгімені Пенелопаға аударды. Оның Пенелопаны ауыртпалықтан басқа ештеңе көрмейтіні анық болды. Абра түсіндіргендей, ол апокалипсис кезінде сансыз сатқындықтар мен тастап кетулердің куәсі болды. Дегенмен, Джошуа мен Пенелопа бұрын кездескен кез келген адамнан түбегейлі ерекшеленді. Джошуаның Пенелопаға деген мызғымас адалдығын көргенде, ол қатты қызғаныш сезімін бастан кешірді. Абра ерлі зайыптылардың арасына сына жүргізбек болған кезде, Пенелопа Абраның күнделігін байқамай алып кетті. Бұл менмін. Өкінішке орай, ол бір ауыз сөз оқи алмады. Күнделікте олар менің артымнан келе жатыр деп жазылған. Мен енді не істерімді білмеймін. Пенелопа оның мағынасын түсінуге тырысқанда, Джошуа мен Абра қайтып келді. Әйелдің түйсігі жиі қорқынышты түрде дәл болады. Бірнеше күн бірге болғаннан кейін, Пенелопа бір күні оны тастап кету мүмкін деген қорқынышты бастан кешірді. Ауыртпалық болмауға бел буып, ол саяхатын жалғастыруды талап етті. Алайда Джошуа оның қалып, тағы бірнеше күн сауығып кетуін қалады.
келіспеушіліктерді көрген Абра дереу араша түсті. Сол кезде ол көп көз жұмсамай ақ дәрігердің рөлін өз мойнына алды. Пенелопаны тексергеннен кейін ол қайтадан сапарға шығуға жеткілікті түрде қалпына келгенін айтты. Бұл сөздерді естіген Пенелопа оған ризашылықпен күлді. Егер ол бірнеше минут бұрын дәл сол әйелдің оны Джошуадан ажыратуға тырысқанын білсе ғой, бұл үшеуі сапарларын тағы да жалғастырды. Межелі жерге небәрі 11 миль қалғанда түн тағы келді. Сол күні кешке олар басқа ғимараттың ішінде қалып қойды. Ал сыртта оларды бір топ зомби қоршап алды. Бақытымызға орай, есіктің астында Абараның ұстарадай өткір орағын бұлғауы үшін жеткілікті орын болды. Ол кіреберіске ең жақын тұрған екі зомбиді өлтірді. Ал олардың мәйіттері тез арада өлмегендердің қалған бөлігіне тамақ болды. Келесі күні таңертең үшеуі сыртқа шыққанда, жақсы тамақтанған зомбилер кімнің қайда екенін біліп үлгерді. Джошуа әрі қарай жүре бергенде олардың барлық су ыдыстары бос екенін түсінді. Абра бұлақтың қай жерде екенін білетінін түсіндіріп, бірден көбірек су әкелуге ерікті болды. Оның қысқа уақыт болмауы Джошуа мен Пенелопаға біраз уақыт жалғыз қалуға мүмкіндік берді. Абраның бұл сөздері Пенелопаның жүрегін қатты жаралады. Басқа әйел болғандықтан Абра оқи алатын, сонымен қатар балалы бола алатын. Пенелопа онымен салыстырғанда өзін өте төмен сезінді. Ол бір күні таңертең оянғанда өзін жалғызсырап қаламын деп қорқуын тоқтатқан жоқ. Джошуа оны қаншалықты жақсы көретінін дәлелдегісі келіп, Пенелопаны тағы бір рет құшақтады. Көп ұзамай Абара сумен оралды. Бірақ Джошуа мен Пенелопаның еш жерде көрінбейтінін білді. Сол сәтте оны қорқыныш пен үмітсіздік билеп алды. Оның барлық істерінен кейін ол тастап кеткен адам екенін түсінді. Алайда, біраз уақыттан кейін Джошуа мен Пенелопа қайта пайда болды. Бірақ бұл жұп шынымен дұрыс шешім қабылдады ма? Көп ұзамай үшеуі де Абра айтқан жиналыс орнына келді. Оларды аман қалған жолдастарының жылы қабылдау емес, мәйіттермен көмкерілген және зомбилердің құрсауында қалған өріс күтіп тұрды. Жаратылыстың қисық бетіне қарап, Джошуа балғасын қатты сермеді. Егер ол Абраны ешқашан кездестірмеген болса, немесе ол оған ешқашан үміт бермеген болса, Пенелопа екеуі жалғыз, бірақ бейбіт өмірлерін бірге жалғастыра алар еді. Ол оның тереңіне көмілген үмітті қайта жандандырды, тек бұл үміт одан да үлкен үмітсіздікпен аяқталды. Бақытымызға орай, Пенелопа басқа тірі қалғандарды табу мүмкіндігіне ешқашан сенбеді. Оның қолдауының арқасында Джошуа бірте-бірте шешімін қалпына келтірді. Бірақ қазір олар зомбилердің саны ауылдық жерлерде кездескен кез келген нәрседен әлдеқайда көп болатын қаланың тереңінде болды. Қараңғылық күндізгі жарықтың соңғы көріністерін жұтып қойғанда, үшеуі де толығымен қоршалған. Осы хаос кезінде Пенелопа тістеуден әрең құтылды. Олар қорқып, пана іздеп, көрші ғимаратқа қарай жүгірді. Бірақ олар ішке кірген сәтте Джошуаға кенеттен қараңғыда жасырынған зомби шабуыл жасады. Бақытымызға орай, Пенелопа дер кезінде әрекет етіп, оны құтқарып қалды. Сонда ғана Джошуа ақыры бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Ол да, Пенелопа да Абраға қарау үшін ақырын бұрылды. Қорқыныштан қалтырап, ақыры бәрін мойындады. Ол 10 жыл бұрын тістеп алғаннан бері бір түрлі ауруға шалдыққан. Ол қайда барса да, жақын маңдағы зомбилердің барлық топтары әйтеуір оған тікелей тартылды. Бұл оның аман қалу үшін төлеген бағасы болуы мүмкін. Көп ұзамай одан да қатыгез шындық пайда болды. Осы жылдар ішінде сансыз тірі қалғандар Аберинді басып алғаны үшін ғана өлді. Бірақ ол әрқашан ерекше бақытты болды. Ол бұрышта қалған сайын, аман қалғандардың тағы бір тобы оны құтқарып, өз тағдырларын білмей шешті. Ашуланған Джошуа Абраны бәріне кінәлап, оған бірінші кезекте көмектесуді өзі шешкенін ұмытып кетті. Абра оны үнемі белгілі бір шешімдер қабылдауға итермелесе де, әрбір соңғы таңдау әрқашан Джошуаға байланысты болды. Әзірге Абрадан бас тарту Джошуа мен Пенелопаға қашуға ең жақсы мүмкіндік береді. Кем дегенде, олар енді зомбилердің назарында болмас еді. Бірақ тағы да Джошуаның жанашырлығы оның ақыл ойын жеңді. Ол уақыт бомбасын өзімен бірге қалдыруды шешті. Олардың ауыртпалығын жеңілдету үшін Джошуа екі әйелді ғимараттың жоғарғы қабаттарына апармас бұрын қалған тамақты терезеден лақтырып жіберді. Бірақ көп ұзамай олар қайтадан тоқтады. Олардың алдынан өтіп бара жатқан дәліздің өлімге толы тыныштығынан үшеуінің де арқалары суып кетті. Мұның бәрі тым тез болды. Пенелопа Джошуаны бар күшімен қуып жіберді. Бірақ бәрібір оны көрмей қалды. Ол қарарақ Пенелопа үшін Джошуасыз әлем өмір сүруге тұрарлық емес еді. Олар дауласып жатқанда, кенеттен қараңғылықтан бір фигура пайда болды. Инстинктивті әрекет етіп, Пенелопа қаруын бұлғаудан тартынбады. Соққы нысанаға тигеннен кейін ғана ол Джошуаның алдында тұрғанын түсінді. Оның көз алдында слайд-шоу сияқты сансыз естеліктер жарқ етті. Пенелопаның бұдан асқан қатыгез соңы болуы мүмкін емес еді. Джошуа әлі әрең тірі еді, бірақ оның жарасы зомбилердің қанымен ластанған болатын. Уақытының азайып бара жатқанын біліп, Пенелопаға дайындаған туған күніне арналған сыйлығын алып шықты. Бұл бір кездері ол таңданған шыны моншақтар салынған дорба,
сондай ақ зомби әйел қалдырған хабарламадан кейін жасалған жазба болды. Менің сүйікті Пенелопама, мен сені жақсы көремін. Туған күнің құтты болсын. Бұл қарапайым сөздер Пенелопаның жүрегін тағы да жаралады. Джошуаның өлмегендердің біріне айналуына жол бермеу үшін Абра өз өмірін өз қолымен аяқтады. Дәл осы сәтте орда келді. Олардың адамгершілікке жатпайтын айқайлары түні бойы тозақтың тереңінен шыққан дауыстар сияқты жаңғырықты. Сансыз шіріген беттермен қоршалған Пенелопа өміріндегі алғашқы дұрыс шешімді қабылдады. Ол өзіне жеңіл отынның қалдықтарын төгіп тастады. Ол өртте өз өмірін қиюды көздеп, Абраға өзін құтқаруға мүмкіндік берді. Пенелопаның бұлжымас табандылығына тап болған Абра еш ойланбастан қашып кетті. Бұл оның басқа біреуді тастап, бірінші рет аман қалуынан алыс еді. Қараңғыда жоғалып кетпес бұрын ол соңғы рет артына қарады. Оның көзінде не жасырылған деп ойлайсың? Қатыгез ирония зомбилердің Пенелопаға мүлдем назар аудармағаны болды. Оның орнына олар тікелей Абраға қарай жүгірді. Бұл не болуы мүмкін екенін еске салды. Егер Джошуа басқа таңдау жасаса, бұл қайғылы оқиғалардың ешқайсысы болмас еді. Бірақ не болса деген ұғым болған жоқ. Абраға келетін болсақ, сансыз басқа адамдардың өмірі үшін ұзақ уақыт бойы аман қалған әйел, ол ақырында бұрышта қалып, қашып құтыла алмады. Ақырында ол тіпті өз өмірін қиюға батылдық таба алмады. Оның шарасыз айқайы түнде Пенелопа ғимараттан тыныш шығып бара жатқанда естілді. Джошуаның бұрын көшеге лақтырған тамағы әлі де сол жерде болды және оны ұзақ уақыт бойы тірі қалдыруға жеткілікті болды. 2039 жылдың 12 маусымында Пенелопа қираған әлемді жалғыз кезіп жүрді. Жарты жыл өтті. Ол бір жерден екінші жерге саяхаттаса да, тірі қалған бірде-бір адамды кездестірмеді. Бірақ ол ешқашан үмітін үзген емес. Өйткені оның ішінде жаңа өмір пайда болды. Осы айларда Пенелопа оқуды үйренді. Және бір кездері Джошуа сияқты, ол бір күні басқаларға, баласына айту үшін болған оқиғаның барлығын жазып